Бұл жекпе-жектен Азия чемпионатының қола жүлдегері, Панкратионнан Қазақстан кубогының чемпионы, спорт шебері, Еуразия кубогының иегері, еркін күрестен спорт шеберлігіне үміткер. Ең бастысы ол Арыс қаласының тумасы, батырдың тұяғы, өңіріміздің мақтанышы. Арма қымбатты көрермен, эфирде жас таланттарды дәріптейтін жаңа толқын бағдарламасы. Бағдарлама тізгінінде әдеттегідей мен Балауса Оспан. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері, спортшы, аралас жекпе-жек жауынгері Мақсат Есболат. Birazdan şişimle 18'de 20 isimli jengizge жеткен Ақтабанның қызыл күрішінде Арыс қаласының жауынгері Мақсат Есболат. Мақсат Әлішерұлы Есболат 1993 жылы Арыс өңірінде Есболатовтар жанұясында өмірге келген. Жекпе-жек шеберінің спорттағы жолын айтпас бұрын аз кем отбасына тоқталсақ. Аралас жекпе-жек әлемінде жауынгер лақабатымен көпке танылған Мақсат отбасының кенжесі. Атасы Мұстафа Есболатов Ұлы Отан соғысының ардагері. Жаумен бетпе-бет келіп, қан майданда елін қорғаған азамат Фин соғысына да қатысқан екен. Сұрапыл соғыста барлаушы қызметін атқарған батыр 9 тілде сөйлеген полиглот болған. Кейін аман-есен елге оралып, Арыс өңірінде қызмет жасаған. Дәл қазір Мұстафа Есболатовтың есімі қаламыздағы батырдың үйі тұрған көшеге берілген. Фин соғысынан енді қайтайын деп жатқан кезде жаңа Ұлы Отан соғысы басталып, сол соғысқа кетіп қалған. Ол кісі жалпы негізі Алматы облысы Нарынқолда Чунжа дейтін жерде өмір сүрген. Сол жақта туып өскен Алматы облысында. Арысқа соғыстан кейін адасып келген ғой атам. Адасып, өзінің ол кезде әркім көшіп қонып келген, әр жаққа кетіп қалып, сөйтіп атам осы Арыс қаласына келіп, частьта қанша атам дейтін 9 тілде сөйлеген, өзі барлаушы болған, пулеметчик болған. Сол соғыстан аман-есен оралып, біздің әкелеріміз дүниеге келген, апамды жолықтыр. Жақсы жігіт нағашысынан, осылай деп әзіл аралас ойындағысын айтқан Мақсаттың нағашы атасы Орынбай Шапанбаевта тыл ардагері. Немересіне кішкентай кезінен ақ қарулы бала деген айдар таңып қойған. Нағашыға тартқан кішкентай кезінен мықты сол. Күрескенде жеңіп алып балдарды бәрін жеңетін. Төбелес өмір айтпайтын болады. Сонысын мектепте анау отырған почетный сурет тұрады ғой еді. Почетный сурет іліп тұрады мұның бірінші. Білдіңіз ме? Мұғалім бір өте жақсы көреді.
Ал кейіпкеріміздің өзі екі жақтың да көңілін қалдырғысы жоқ әрине. Дегенмен тектінің ұрпағы өз әкеме ұқсасам сол бақыт дейді. Мақсаттың әкесі Әлішер Мұстафаұлы 1953 жылы дүниеге келген. Қысқа ғана ғұмыр кешкен ол 1966 жылы 43 жасында Мақсаттың 3 жасқа толар толмас бүлдіршін шағында тағдырдың жазуымен өмірден өтеді. Енді нағашыларға жаққа барсаң, нағашылар маған тартқансың дейді. Аталар жағына барсаң, ол кісілер маған тартқансың, біз жаққа тартқансың дейді әйтеуір. Аллаға шүкір, енді екі жаққа да тартқан шығармыз. Бірақ қалай жақсы бала өзінің әкесіне тартқысы келеді дейді ғой. Жалпы әкеме ұқсағым деп ойлаймын. Өйткені суреттерде көресіздер, әкемнің формасы, менің дене бітімім бәрі екеуміз былайша айтқанда бірдей. Екеуі де. 4 бірдей ұл қызына әке орнына әке болған, ардақты ана болған Ұлбике Шапанбаева. Мақсаттың 2 ағасы, 1 әпкесі бар. Ұлбике Шапанбаева бір кездері ұлының спорт жолын қуғанына қарсы да болған екен. Себеп ана жүрек баласының оқуы нашарлап кетеме деп қорыққан. Дегенмен батыл бала спортқа деген сүйіспеншілігін дәлелдеп, оқуды да спортты да қатар алып жүріпті. Мақсат мектептен келет дағыны сумкасын тастап спорт школаға қарай баратын. Өзім уайымдеп отырам баламды. Жарыстарға қатысқанда да уайымдеп отырам. Сосын кейін балам айттым, балам сен бір жақты болмайсың ба? Мектебіңді оқы. Ол жылы тем более 11-ші класты тест тапсыру керек еді. Сосын кейін мен тестті қалай тапсырасың деп жүргенде бәрі балам спорт тастаған жоқ. Сонымен спортты тастамай екеуін қатар алып жүрді. Аллаға шүкір әйтеуір ұлым өзінің талаптылығымен, зеректілігімен жоғарғы балл алды. Мен жаңағы жарыстарын бәрін көріп отқанда өзім жүрегім ауырады. Балам, сен бұл спортыңды қоя сал десем, балам, мама сіз қорықпаңыз, мен бәрібір жеңіп шығамын деп Аллаға шүкір барлық жерде жеңіп жүр. Мақсаттың анасы мақтануға тұрарлық ұлының тағы бір төбесін көкке көтерген әрекетін айтып, қуанышымен бөлісті. Мына осы үйді мақсаттың арқасында кірдік деп айтсам, ол қателеспеген. Ол енді осы бала бітірді ойдағыда. Сонымен жақында тамға кірдік, сөйтіп қуанып отқан жағдайымыз бар. Мен де бауырыммен медаль алудан жарысып жүрмін. Мақсат спорттан алса, мен демографиямызға үлес қосып аламын. Бұл Мақсаттың әпкесі алтын алқа иегері Жанар Садықованың сөзі. 3 жылдың ортасында жалғыз қыз болып өстім. Мен 3 жылдың ортасында 4 жыл болып өстім ғой ойдағырда. Мақсат ең кішкентайымыз тұғын. Ең кішкентайымыз болғаннан кейін жер жақанда өзім жүрем іздеп. Таппай қалсам жүгіріп, аняқа іздеп, няқа іздеп әйтеуір. Бұны мектепке барам, мектепке де ертіп алып барам өзіммен бір. Партаның ең артына отырғызып қоям, отырады. Қайтарда бірге барып жүрдік енді мектепке. Өзі 2 жасар бала болса да менімен бірге мектепке барып жүрді. Енді кішкентай інім алтын медаль спорт жағынан алтын алып жатса, енді біз бала жағынан алтын алып жатыр енді. Қасындағы таудың биіктігі байқалмайды дейді ғой, сондай да. Қасымызда жүре береді, бұған ұрысып та аламыз өзіміз. Ойнаймыз, ұрсамыз, жүре береді өзіміз. Баяғыдан кішкентай кезден қолдап өсті ғой. Содан кейін ба әйтеуір жүре береді. Телевизорден, ютубтардан, интернеттерден қарасақ, оның жүрген жерлері, достары, көп үлкен адамдар, үлкен дәрежедегі адамдар, Темірландағы Қазақстан барысы Жұманазар, солардың бәрімен араласады, солардың үйінде жүреді әрдайым, солардың қасында жүреді, олар келіп тұрады қонаққа. Күніге мамасы тиын береді екен де бұған. Күніге 10 теңге, 20 теңге береді ғой сабаққа. Сонымен бір күн мамасы бір тойға баратын болып ақша таппай қалған ғой. Сөйтсе 5000 теңге шығарып тұр дейді Мақсат. Кішкентай бала 5000 теңге шығарып тұр дейді. Жинап. Сөйтсе сабаққа апарады екен, жаратпайды екен ғой. Жинаймын деп та, жаңағы. Бір керек болып қалады деп жинайды екен де. Кәсіпқой спортшы 2000 жылы қаладағы Сұлтанбек Қожанов атындағы жалпы орта мектебінің табалдырығын аттайды. Ал 2011 жылы аталған орта мектепті бітіріп, Алматыдағы әскери институтқа оқуға түсіп, жақсы нәтижемен аяқтайды. Бүгінде еліміздің әр аймағында мамандығы бойынша әскери қызметте жүрген ол білім алған ордасын, сыныптастарын ұмытқан емес. Туған жерге келген сайын Қарашаңырақ Сұлтанбек Қожанов атындағы жалпы орта мектебіне өзі оқыған сыныпқа арнайы ат басын бұрып, естеліктерді еске алып, мұғалімдермен жүздесіп, сыныптастарымен сырласып қалғанды жөн көреді.
Өте белсенді, еңбекқор, білімді, кез келген тапсырманы дер кезінде орындайтын, кез келген қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын, қандай жаңа іс-шаралар болса да барлығына белсенділікпен қатысатын оқушының бірі болып табылады. Осы соңғы оқу бітіріп келгеннен кейін үнемі келіп, жаңағы оқу жылы 25 мамыр күні келіп, өз мектепте болмасам да үйге келіп, сыныптастарымен бірге барлығы келіп, жағдайымды сұрап, қуантып кететін барлық сыныптастарым. Бір жасарып қалатын тұғымыз. Мектеп қабырғасында жүрген мен мақсатқа үнемі сенім білдіргенмін тұғым. Оны үнемі үлкен жетістіктерге жететіндігін, әлі де үлкен белестің көрінетіндігіне мен сенім білдіремін, сенгенмін, әлі де сенемін. Осы сәтте мектеп жылдарындағы қызықтарды сағынышпен еске алған сыныптастары да оқушы Мақсат қандай болғанын күле отырып айтып берді. Мықты жігіт болғаннан кейін әрдайым класста ұжымда ұстап жүретін, класстың қыздарын да қорғап жүретін басқа класс жігіттерінен деген. Бірде бүкіл оқушылармен неге больницаға прививка салдыруға барамыз ғой бәріміз. Сол кезде біздің класстың бір қызын жоғары класстың балдары ренжітіп қойған екен. Сол кезде барып, бұл өзі олардың қасында қайда кішкентай болатын. Соның өзінде солардың жазасын беріп, тек қана бірге киініп жүретініміз бәріміз. Бірдей костюм шалбар киіп, бірдей иығымызға асылып қойып, бірдей жүретініміз. Сол кездер қызық. Бауырыма айтатын тілегім, тек қана биіктерден көріне берсін. Осы Қазақстанның, осы арыстың атын әлемге танытып, үлкен дәрежедегі спорт несі атана берсін. Спорттағы жолын бокстан бастаған кейіпкеріміз Арыс қалалық бокс мектебінде жаттыққан. Аз ғана уақытта бірнеше бокс турнирлерінің тұғырына көтеріліп үлгерген ол әке жолын қуып еркін күреске ауысады. Бүгінде Арыс қалалық бокс мектебінде жаттықтырушы қызметін атқарып жүрген Олжас Бақытжан кезінде Мақсатпен бірге жаттыққан. Сондай-ақ кейіпкеріміздің аралас жекпе-жек әлемінде өз орнын табуына сеп болғандардың бірі де дәл осы Олжас. Ұстазынан шәкірт озат дейді ғой. Ереже жекпе-жекке денсаулыққа байланысты қойдым. Сонымен Есболат Мақсат өзі келгеннен кейін Мақсатты жақсылап қолға алып, ереже жекпе-жекке өзім жете алмаған жетістіктермен сол жігітті жеткізсем ғой деген ниетпен соны жақсылап дайындап бастадым. Гладиатор 3-4 және де Әлем Файтерс деген жарыс бар, содан қатыстық. Жаңылде әскери қоян қолтық жекпе-жегінен жеңімпаз болдық. Жалпы осы қазір жауынгер лақапатымен Есболат Мақсаттың есімі жақсы аталып жатыр. Одан кейін де қазір Мақсаттың артынан келіп жатқан ізбасар оқушылар келіп жатыр жалпы. Кеше осы наурыз айының 30-ына болған Нұр-Сұлтан қаласында өткен Әлем Файтерс атты турнирінде 4 мемлекеттің арасынан біздің осы Арыс қаласының 2 оқушысы қатысты. Біреуі 2-ші орын алды, және біріншісі жеңімпаз атанып келді сол жарыстан. Еркін күрес әлемінде де Мақсат бірқатар жетістіктерге жетті. Бірнеше халықаралық турнирлердің жеңіс тұғырынан көрінді. Дәл қазір аталған спорт түрінен спорт шеберлігіне үміткер. Арыс қалалық спорт мектебінде еркін күрес жаттықтырушысы Рыскелді Сайлауовтан тәлім алған. Ол бұл жерге де жиі бас сұғып, кішкентай спортшылармен жүздесіп тұрады. Келген сайын бізге айтып осы залға келіп кетеді, бізге соғып кетеді. Келген сайын айтылатын осы бізге. Осы жерде үйренгенім, осы пайдасы тиіп жатыр, осымен жеңіп жатыр. Негізі үлкен жағы сол жекпе-жекті асыным осы біздің еркін күрестің палуандары ұзақта да төбелесіп биік шыңға жетіп жатқанша. Осы біздің еркін күрес барлық ережелі, барлық күрестің несі бар ғой бізде. Содан айтып осы неге қарап үлкен айдедек төбелесіп жатқанның бәрі осы еркін күрестегі палуандары. Ал аралас жекпе-жекке 21 жасында келеді. Әскери шартпен жұмыс бойынша Маңғыстау облысына барғанда аралас жекпе-жек ұйымына тап болады. Жекпе-жекке 21 жасында келдім жекпе-жектен. Өйткені жекпе-жек дейтін менде осындай Арыста болған жоқ. Но бірақ мен қоян қолтық ұрысына қатыстым. Жекпе-жек өзіме жақын болды. Осылай бір қазақтың туын көтеру үшін бәріміз басымыз бұғып, маған бір нәрсе болып қалады, маған үйтіп қалады, бір жерім майып болады деп болай басымыз бұға берсек, қазақтың туын кім көтереді? Бұйырса арманым осы Арыс қаласының, тек қана Арыс емес, жалпы қазақтың көк туын басқа үлкен елдерде де
таныстырып көрсетсем деген ойдамын жалпы. Жаттықтырушым жалпы Тараз қаласында Қуаныш дейтін ағайларым бар, қазір маған көмектесіп, әрдайым формада жүру үшін. Команда бар ма? Бір командам бар, BFC, Bnew Fighting Championship дейтін командам бар. Ол командада жаңа ең бас бапкер Женис Қайранов, Исламғалиұлы, және де Шыңғыс Шаққазақ Қайранов, Руслан Сариев дейтін балалар, бәріміз бір командадамыз. Осы алдыңғы ғана Тараз қаласында Алаш Прайд турнирінде бәріміз Қазспорттан бірге шығып, біздің командамыз екеуі де жеңіске жеткен болатын. Мақсат Есболат осыдан 4 жыл уақыт бұрын келді жаттығуға. Әскери келісімшартпен келдім деп, яғни спорт сала іздеп жүрген. Соған осында басында келгеннен бастап, яғни көзінен от көрінді, өте жақсы болды, белсенді болды. Барлық тапсырманы айтылғандай, артығымен орындайтындай жасады. Апта бойы, 10 күн бойы, содан кейін сол жақсы қарқынды жоғары болғандықтан бірден топ жауынгерлерге қойдық оны. Қазақстан чемпионатында барлығында жүлдесіз қалған жоқ, барлығына жүлдемен. Себебі ол жердегі жауынгерлердің әрбірінің тарихы бар, яғни 10 жылдық топ жауынгерлер қатысатын үлкен турнир, чемпионаттар. Соның өзінде олармен тепе-тең жекпе-жек көрсетті. Сондықтан айтқанда бұл жігітке бізден дәл қазір керек нәрсе мүмкіндік беру керек. Яғни Қазақстаннан жақсы мүмкіндік берілетін болса, ол жауынгер иншалла алдағы уақытта міндетті түрде әлемде үздіктердің қатарына кіретініне сеніміміз мол. Қазір Тараз қаласында жұмыс істеп жүрген ол қай жерде жүрсем де туған жерімді, арысты ұмытпаймын дейді. Жауынгер аралас жекпе-жек нағыз ерлер айналысатын спорт дегенді де қоса кетті. Қайда жүрсем де, қайда барсам да өзімнің арыстың кекемді өзім айтып жүрем. Менің көбінде Арыстан деген кезде ойлайды, лақап атым Арыстан екен деп. Но бірақ мен кейіннен жиындарды айтам түсіндіріп, мен осындай оңтүстік Қазақстан облысында Арыс дейтін жер бар, сол жердің баласымын деп. Аллаға шүкір, қазір таңда Өзбекстан таниды, Шешенстанның балдары білет, Арыс дейтін жер бар екен, Ресейдің балдары білет, Қырғызстанның балдары да білет. Өйткені солардың бәрімен өзім жекпе-жек өткіздім. Аллаға шүкір, ешқайсысынан әлі жеңіліп, ондай бір Аллах тағала абыройымызды түсірген жоқ. Нағыз еркектің айналысатын спорттарының бірі ғой, жалпы спорттың оңайы жоқ. Мына жерде тек қана бұл жерде бүкіл өз-өзіңнің барыңды салуың керек. Ешқандай бір әділ спорттардың бірі деп ойлаймын қазіргі таңдағы. Кәсіпқой спортқа келгелі ешкімге есесін жібермеген спортшы соңғы жекпе-жектерінің бірін Түркістан қаласында өткен Алаш Прайд Селекшн халықаралық турнирінде өзбекстандық Ислам Абдурахмановпен өткізді. 8 бұрышқа сескенбей шыққан ол қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Дәл осы жекпе-жектен соң Азиядағы ең үлкен аралас жекпе-жек ұйымы Алаш Прайдтан шақырту алған. Түркістан қаласында осы қазақтың екі баласын нокаутқа түсірген Ислам Абдурахманов дейтін жігітпен шыққан болатын. Оны да Аллаға шүкір жеңіп, абыроймен келдік осы Арысқа. Бұйырса, қолдан келгенше ешкімді қапы қалдырмаймыз деген ойдамыз. Соңғы жекпе-жегімнен кейін осы Алаш Прайдқа өздері осындай ұсыныс жасап шақырды. Оған дейін NFC, BFC, сол жаңа аралас жекпе-жектен сондайдан шығып жүрдік. Жекпе-жектен Қазақстан кубогын жеңіп алдым, Панкратионнан жеңіп алдым. Және де жекпе-жектен Азияда 3-ші орында қола жүлдегерлі болдым. Семейцы пяти килограммов. Пачка побеждает Есболат Мақсат!
Біздің керемет көреге разылыз. Жақында Мақсат Есболаттан тағы бір жағымды хабар келді. Ол Өскемен қаласында жекпе-жек ұлттық спорт түрінен ерлер арасында өткен Еуразия кубогының жеңімпазы атанып, еліміздің атын тағы бір мәрте асқақтатты. Жахангир! Оның қарсыласы көк бұрышта, жасы 25-те, бойы 178 сантиметр. Жекпе-жектен Азия қола жүлдегері қазақстандық Есболат Мақсат! Өкінішке қарай өңірімізде аралас жекпе-жек дамымаған, тіпті жоқ десе де болғандай. Кейіпкеріміздің ең үлкен мақсаты дәл осы спорт түрін Арыс еліне алып келу. Осы Арыс қаласында, қаншама өзімде осы Арыс қаласында өстім ғой. Қаншама тентекте болдық өзімізде. Көшелерде балдар төбелесі жүргенше осындай бір ағалар болып атса, әрине көмек қолын созып, сөйтіп алса, ол кісілер зал ашып, сол кісілердің сондай көшеде жүргеннің орнына бізге осындай спорт қалып кесек, айтпесе Арыста да мықты балдар бар, өте мықты балдар, желаниясы мықты. Жалпы шәкірт тәрбиелеу ойда бар, сондай бір жекпе-жекті алып келіп осы жерге. Осылай әрқайсымыз бір қадам жасап, бір көмек қолын созып атса, зал ашып осы яқтан. Неге ашпасқа? Сөйтіп артымыздан інілеріміз ерсе, өте керемет болар еді жалпы. Ендеше бір ғана Арыс өңірінің емес, бүкіл республика намысын қорғап жүрген батырдың ұрпағы, батыл ұл, аралас жекпе-жек жауынгері жерлесіміз Мақсат Есболаттың есімі Қазақстан атымен қатар әлемдік аренада шарықтайтынына сенеміз.